жалғасы оқу мәдениеті туралы. Алдыңғы бір жазда осы видеоларда балалар әдебиетін, қандай балалар әдебиеті бар екен деп жаңағы біраз кітаптарды түсіріп салған болатын. Бастауышқа, орта буынға қарап көрсеңіздер болады. Жалпы оқу мәдениет дегенде мен көп тоқтамай айта беремін. Өйткені оқуға құштар мектеп болған кезде мен біраз нәрселерді зерттеу топтарымен зерттеп біз журналдар шығарған болатынбыз. Енді жаңағы ата-аналармен жұмыс істегенде біз әрине ата-аналарды жинап алып оларға кітап оқыңдар деп айтпаймыз. Бірақ ата-аналардың міндеті кітап оқитын балаға қолдау көрсету. Енді бұдан кейін жалпы отбасын құрған жастар болсын, жас семьялар болсын, бастауыш мектепте оқитын, әсіресе бастауыш мектепте оқитын балалар бар ата-аналар. Өздерінің балаларына жақсы, құнды, бір мағыналы, мәнді көркем әдебиет алып беруді жалпы өз бюджеттерінде қарастыру керек. Қазір білесіздер, егер қарастыра алмаса кітапхана деген көп бізде жетеді Қазақстанда. Мүмкін сіз ауылда жерде тұрсаңыз, мүмкін мектепте бар шығар. Қазір интернетте де онлайн кітаптар дейін, электронды кітаптар қазір толып жатыр. Жалпы көркем әдебиет оқу баланың болашақтағы өміріне өте қатты ықпал етеді. Мысалға, сіздің жас кезіңізде оқыған кітабыңыз кейін ересек болған кездегі жұмыс істеу, қарым-қатынас құру, бір қандай да операцияларды атқару, мысалға бір жағы жүйелі бағдарламаларды немесе бірдеңелерді жазу, бір проблемаларды шешу, соның барлығына әсер етеді. Сондықтан мынандай ғалымдардың тағы да мынандай пікірі бар. Жалпы көркем әдебиет оқымаған немесе тіпті аз оқыған балалар айлығы төмен жұмысқа болашақта ересек кезінде тез келіседі деген. Әрине қазір технология заманы, мүмкін ол технологияны жақсы білетін шығар. Бірақ ол технологияны білетін азаматтың өзі де ойлай алатын, ойшыл, өзінің отбасына деген жылы көзқарасы бар, сондай азамат болып қалыптасу керек қой. Сондықтан да бұл өте маңызды. Содан кейін жаңағы балалар, кітап оқитын балаларға ақша беру туралы айттым, келіспейтінді. Әрине оларға сыйлық беру керек шығар. Бірақ жаңағыдай зерттеу топтары құрылып, сол зерттеу топтарына гранттар берілгені өте жақсы болар еді. 3 жылдық грант бола ма, 1 жылдық грант болады ма? Өйткені ол зерттеу топтары мұғалімдермен жұмыс жасайды, немесе мұғалімдер балалармен жұмыс жасайды.